Жаңа өзің сұрағандай, аяқ киім тайғақ болмау үшін тағы да кеңестер естіген келе ме? Әрине. Меніңше көрерменге де қызық сияқты, алда-жалда құлап қалып, тіпті бір жеріңді ауыртып алмауға көмегі тиер. Олай болса, көрерменге пайдалы сюжет болсын, Маржан Нүсіпбек айтады. Қайырлы таң көрермен, қыстың аязына қарамастан бәріміз жұмысқа сығамыз, немесе қыдырғымыз келеді. Бірақ аяғыңызға киген аяқ киіміңіз тайғақ, жылдам жүруге кедергі келтірсе, не істеу керек? Егер жақын маңнан дәріхана көрсеңіз, уақыт жоғалтпай сонда барыңыз. Мынадай жара таңуға арналған пластир алып, жапсырсаңыз, уақытша болса да тайғанамай, қауіпсіз жүруге болады. Ал аяқ киім жөндейтін жерге баруға уақыт таппасаңыз, тайып құлап қалмауға көмектесетін тағы бір нәрсе егегіш қағаз. Оны мынадай етіп кесіп, желіммен табанға жапсырып қойса, тайғақта емін-еркін жүруге болады. Киізде тайып құлап қалмауға көмектеседі. Алайда бұл әдістердің бәрі уақытша ғана. Оны өзіңіз желімдеп жасағандықтан көпке шыдамауы мүмкін. Сондықтан аяқ киіміңіз мүлде таймай, өзіңізге сенімді жүру үшін әрине етікшінің көмегі қажет. Қыс болғаннан кейін клиенттердің аяғы таймас үшін резина жабыстырамыз, протекторы бар. Қыс тайғанақ болғаннан кейін сол резинаны жабыстырамыз, құтқарады. Бұздан тайғанамайды. Табан бүрін салу қазір ең көп тараған әдіс. Ол соншалықты көп уақыт алмайды. Алдымен аяқ киім табанын жақсылап тазалап алып, содан кейін резина бүрді табанға жапсырып, желімні кепкенше күту керек. Содан соң табан бүрінің жан-жағын тегістеп, әдемілеген соң аяқ киіміңіз таймайтыны анық. Маржан Нүсіпбек, Айтуған Бағланов, арнайы Қайырлы таң үшін.